Қазақстанның халық әртісі Құдайберген Сұлтанбаев менің ағайым болады, әкемнің інісі депутаттыққа сайланды 96 жылы. Сол кісінің бізге қолдау көрсетуіменен біз осында көшіп келдік. Келешектерің, перспектива дейді ғой, енді келешектерің сол Астанада болады. Сол жерден өсесіңдер, өнесіңдер деп ойлаймын. Мен соған кәміл сенемін деп бізді сол кісі сендіріп алып келді осында Астанаға. Бірінші әсеріміз кішкене қорқыныш болды, үрей болды. Бірақ енді барлығы барып жатқаннан кейін Астанаға көшеміз деп, барлығы ауысып жатқаннан кейін қызмет бабыменен бізде көзді жұмып жіберіп 97 жылдың мамыр айында бел будық осында Астанаға келуге. Алматыдан келген біз үшін әрине қиын болды. Астананы қабылдау өте қиын болды. Үйрене алмай жүрдік. Бір жылға дейін адаптация ала алмай жүрдік. Во время первого приезда сюда, в то время это был город Астана, был очень поражен зданиями, архитектурой. Все было построено из бетона, стекла и стали. Все такое зеркальное, очень яркое, красивое, огромной величины. И прям, действительно был такой прям, я был в шоке. 99 жылы қоғамдық қауіпсіздік басқармасына қатардағы полицей болып қызметке орналастым. 2016 жылға дейін осы бір салада жұмыс істеп келдім. Офицерлік шен алып, майорға дейін жетіп, майор менен зейнетке шықтым. 2 ұлым бар. Я люблю этот город, так как я в нем родился. В этом городе своя атмосфера. Здесь очень много мест, где молодежь может гулять, развиваться и заниматься своим любимым делом. Можно взять, в пример, триатлон-парк под мостом. Я считаю, что в скором времени этот город станет эпицентром для развития и творчества молодежи. И я верю в это. Честно говоря, я подумал, для чего в какой-то холодный город, в Целиноград, из теплой, обжитой Алматы, где большие горы, уютная природа. Но потом, уже приехав сюда, я думаю, это было правильное решение. Елордамыз Нұр-Сұлтанды тәуелсіздігіміздің жүрегі, тірегі деп білемін. Шынымен де анандай қаланы осындай дәрежеге жеткізгені енді мен өте ризамын. Үлкен еңбек жасалды деп ойлаймын, керемет. Астанашы танымайтындай өзгерді ғой шынымен. Өте керемет қала қазір. Біз өзіміз ешқайда көшкіміз келмейді, ешқайда барғымыз да келмейді. Әбден түбегейлі сіңдік осы жерге.